Ассаламу алейкум қадірменді достар. Бүгін мен леса жасағалы жатырмын ағаштан. Жұмысым мен биіктікте жасайтын жұмыстар болғандықтан лесаны өз қолымызбен жасап алуға тура келді. Сондықтан достар, ардына тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға қалдыра кетіңіздер. Достар, қазақ тілді арнаны қолдауды ұмытпаңыздар. Осындай қылып төртеуін жасап аламыз. 1, 2, 3, 4. Ал кеттік. Айтпақшы достар, өткен видеода білесіздер, осы үйдің салыну барысын толықтай сіздермен бөліскен болатынмын. Материал қанша кеткен, ақша кеткен барлығын айтқан болатынмын. Ендігі кезек сейсмопоисқа да келіп қалды. Алдағы видеода сейсмопоисті құю барысында видеолар салатын боламын. Қанша арматура, қанша материал, қанша ақша кеткен, оны да сіздермен бөлісіп кететін боламын. Сіздер оған дейін достарыңызбен фык-фыкетті бөлісіп қойыңыздар, пікірлеріңізді комментарияға қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіздер. Айтпақшы, леса қалай шыққан? Ұнаса ұнады деп комментария жаза кетіңіздер. Лайк басқан жандардың саусақтарына береке берсін, ал баспағандарға ештеңе айтпай қояйын. Аман сау болыңыздар. Қазақ тілді арнаны қолдауды ұмытпаңыздар.